Украинаның мудафа имканлары ятырым ве иктисади ишбірлік. Бу меселелерні Киевде кечерілген Курушевде Украин президенті ве Америка конгрессменлері музыкере етті. Петро Порошенко Донбасс вазиеті қында хабер етті. Русия женкеверлері тарафындан атеш тоқтатув режимінің даими суретті бозылуыны хатырлатты. Бу себептен субеддешлері Русияге қаршы жазаларының Минск анлашмаларының амелге кечерілмесі ве Украина топрақ бүтінлігінің, шу жүмледен Қырымның ғайрыдан тікленмесіне қадар сақламақ ве арттырмақ керек олғаныны қайт етті. Америка мұсаферлері Порошенконың Вашингтон зияретіне yüksek қимет кесті. Америка Кошма Штатлары ve Украина арасында шанч. Дестек ve işbirlikinin böyle yüksek seviyesi diplomatik münasebetlerimiz tarihinde da yok idi. Şusu da mühim ki, bugün Koşma Ştatlar bizge tek xavfsizlik hissasında da geldi. İslatlarının keçirilmesinde de kol tuta. Sizni saygılı kongresmenler Amerika Koşma Ştatlarının müstakilliği günü arifesinde kabul etmege pek memnunum.